Қайырлы күн, құрметті менің оқырмандарым. Біз бүгін тағы да бәліш жасайтын боламыз. Шайға өте дәмді бәліш. Оған біз бүгін шабдалы қосамыз. Шабдалы қосылған бәліш. Шабдалыны өздеріңіз қандай түрі ұнайды, соны алып қоса берсеңіздер бола береді. Бәлішімізге керек болады шабдалы, 5 жұмыртқа, 200 грамм ұн, 180 грамм қант, 150 грамм сұйық май, кішкене тұзымыз, сәл кішкене сары майымыз, табамызды майлайтын. Сонымен қатар міне какао ұнтағы керек болады, ванильный сахар керек болады. Ванилин қоссаңыздар да болады. Сонымен қатар разрыхлителіміз, жаңағы қамыр қопсытқыш дейміз. Қамыр қопсытқышымыз керек болады. Сахарный пудра ол піскеннен кейін бетіне сепкенге қажет болады. Міне осы жаңағы қоспалармен дәмді біз шабдалы қосылған бәлішімізді пісіретін боламыз. Ал енді қазір бастайық. Ең бірінші 5 жұмыртқамызды көлемін үлкейтіп көпіртіп аламыз қазір. Міне енді 5 жұмыртқамызды қазір үстінен бірте-бірте қантымызды қоса отырып, жаңа блендерімізбен көлемін үлкейтіп аламыз. Мынау бір шым-шым тұз деп айтам мен. Сол кішкене бір шым-шым тұзымыз. Енді блендерімізбен осыны көлемін үлкейтеміз. Сонымен үлкейтіп алдық жұмыртқамыздың көлемін. Енді бұны жаңағыдай ыдысымызға құямыз. Барлығын тазалап, жақсылап құйып аламыз. Барлығын құйып алдық. Енді осының үстінен ұн қопсытқышымызды саламыз. Кішкене қасықпен толтырып, бір қасық саламыз. Осылай бір қасық салып аламыз. Ванильный сахарымыздан саламыз. Дәл солай. Өйткені бұл таза ванилин емес, ванильный сахар болғандықтан тоже кішкене қасықпен бір қасық саламыз. Енді осының барлығын жақсылап араластырамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Осының үстінен енді еленіп дайын тұрған ұнымызды саламыз. Бірте-бірте дайындап қойған мен елеп, соны жақсылап араластырамыз. Қалған ұнымызды да осылай бірте-бірте қосамыз бәрін. Мінекей осылай жақсылап бәрін араластырып аламыз. Оның үстінен жаңағы сұйық майымызды қоямыз. Сіздерге көрініп тұрсын деп жақынырақ қойдым. Сұйық майымызды құйып, жақсылап араластырамыз. Сіздерге алдында да айтып кеткен болатынмын. Осы сұйық майды қосып істеген маған ұнайды. Тексерілген рецепт бұл да. Сондықтан әр кезде осылай сұйық майымды қосам. Құрғақ болып қалмайды. Майы да артық болып кетпейді, сондай дәмді болып шығады. Бәрін жақсы араластырып алдық. Енді осы формадағы сұйық массамызды екіге бөлеміз. Өйткені жартысына какао қосамыз, жартысы осылай өзі қалады. Қазір мен осыны екіге бөлем.
бірдей қылып екіге бөліп аламыз. Осылай екіге бөліп қойдық. Сіздерге көрініп тұр ма? Енді осының біреуіне какао қосамыз. Какаомызды салдық, енді жақсылап араластырамыз. Міне осылай екіге бөліп алдық. Какаомызды араластырдық. Өздеріңіз білесіздер, қанша қоссаңыздар да ол сіздерге маған кішкене түсін өзгертсе болды. Сондықтан какаомызды араластырдық. Енді мына формамызды жақсылап майлаймыз. Мен сары майымды алдын ала шығарып қойғам. Міне сары майым еріп тұр. Осылай қолыммен ақ еріп тұрған сливочный масламызды жағып шығамыз әдемілеп формамызға. Көбірек жаға берем, өйткені беті жаңағы бұл жерде де ортасына, астына жаңағы біз немізді саламыз, шабдалымызды. Сол кезде түскен кезде оңай түсу керек, жабыспай түсу керек. И мына өзінің әдемі гүл формасы әдем болып шығу керек. Сол себептен де осылай әдемілеп, аямай, жақсылап жағып аласыздар. Барлық сай-сайын бәріне. Өйткені жұлынып кетпеу керек. Мінекей осылай жақсылап жағып алдық. Шабдалымызды тіздік, астына шабдалымызды салдық. Сәл жаңағы қамырын құйғаннан кейін. Одан кейін мына массаны, міне шоколадный массаны да аласыздар да, міне араластырып бүйтіп құя бересіздер. Бір слой ақ масса, екінші слой бізде жаңа шоколадный масса құйылады. Осылай қылып сіздер өздеріңіз жасай бересіздер. Үстіне осылай құямыз. Осылай әртүрлі ала-ала дейміз ғой. Ала-ала болса, ол сонысына қарай әдемі шығады. Негізі міне құйдық. Енді осының үстінен ағынан құямыз тағы да. Өздеріңіздің қалауларыңызша бұлай құя бересіздер. Ала-ала. Піскен кезінде, кескен кезде өзінше бір әдемі болып шығады. Мінекей осылай. Тағы да осының үстіне жаңағы қарасынан құямыз. Әртүрлі ою-өрнектеріңізді өздеріңіз сала бересіздер. Қалай қаласаңыздар солай. Енді міне осыны құйып алдық. Құйып алғаннан кейін осының үстінен тағы да шабдалымызды саламыз. Міне енді осының үстінен шабдалымызды саламыз тағы да. Тағы да айтып өтем, жемістеріңіз қышқыл болса, міндетті түрде бір қасық қант қосып жіберіңіздер. Өйткені болады солай қышқыл болып қалатын түрлері. Өріктің де қышқылы болады, алманың да қышқылы болады дегендей жеп көріңіздер. Дәмдісінен әсте пирог жасаған кезде дәмдісінен жасаған дұрыс. Дәмді болса, ол жегенде де дәмді. Ал қышқыл жаңағы шиеден жасағанда оның өзінің қышқылдығы өзіне жарасады. Мынандай сочный жаңағы персик сияқтыларда міндетті түрде білмеймін, енді маған дәмді болып тұрған жақсы, сондықтан да мен қант қосып жіберемін. Ал жеп көріп алатын кезде міне шабдалымыз осымен бітті. Енді осының үстінен, сіздерге көрініп тұр ма қазір? Бұлай жасайын. Енді осының үстінен тағы да жаңағыдай қып, ала-ала қып құйып шығамыз. Қалған массаны осылай құйып шығасыздар. Мен енді мына бөлген кезімде ағы артығырақ болған сияқты өзіме көз мөлшермен бөле салдым ғой. Сіздер
өздеріңіз бөлгенде осылай өздеріңіз көз мөлшермен бөлесіздер ғой, сонда да өлшеп солай қылып бөлуге тырысыңыздар. Мінекей осылай шабдалдың бәрін жауып, қамырларыңыз біткенше өстіп салып шығасыздар. Өте қызық, бір көзге денеге де әдемі болып шығады. Дәл осы сияқты 3 свет жасасаңыздар да болады, жаңа красительдер қосып та жасауға болады. Ерекшелігі өзінің осы да. Мінекей, енді соңғы қалғанын, соңғы штрих дейміз. Соны мінекей бүйтіп жағайықта сонымен бітірейік. Бәрін алдық, бәрін қостық. Мінекей. Енді осы дайын болған бәлішімізді 180 градуста пісіріп аламыз. 25-30 минутта пісіп кетеді. Ол өздеріңіздің пештеріңіздің несіне қарай, пештеріңіздің қызуына қарай. Қазір пісіріп аламыз, одан кейін көрсетеміз. Міне, сонымен біздің шабдалы қосылған бәлішіміз дайын болды. Дәмін көрдік, өте дәмді. Мына шабдалының өзіндік бір керемет дәмі бар. Сондай бір жеп көрген адам ғана оны түсінеді. Сондықтан да осы шабдалы қосылған бәлішті міндетті түрде пісіріп көріңіздер. Өте әдемі шығады, өте дәмді болып шығады. Сочный жаңағы шабдалыларымыз өзі әлі сондай керемет болып тұр. Сіз жасап көріңіздер міндетті түрде. Оны жасап қана көріп, дәмін көру керексіздер. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ұнаса лайк басып, каналыма тіркеліп, комментарий жазып, сіздер де өз рецептеріңізден бөлісе кетсеңіздер болады. Рахмет тыңдағандарыңызға.